Тоқта. Сен кімсің? Біреудің үйіне не іздеп жүрсің? Бұл біреудің үйі емес, менің әжемнің үйі. Менің үйім. Айсұлу? Мен көршінің үйіне ұртысты ма деп ойласам. Айсұлу. Мен сізді таныған жоқпын, сіз кімсіз? Қалай таныған жоқсың? Айсұлу, мен ғой Әлібек. Әлібек? Есіңде ма, жазғы демалыста. Сен қыдырып келген кезде біз екеуміз бірге ойнаушы едік қой. Мынау есіңде ма? Қарлаштың ұясын мен көрсетем деп, сен жарға апарғам. Содан жұрттың бәрі сені іздеп, бүкіл ауыл шулап, сені таба алмай. Гүлнар апайдың ұлы. Есіме түсті. Я, есімде сол кезде апам бүкіл ауыл шулатып аяққа тұрғызып еді ғой. Сол кезде мен жақсылап таяқ жегенім бар. Өзгеріп кетіпсің. Көшеде көрсем сені танымайтын едім. Ассалаумағалейкум. Ата, мына жерде ақ көйлекті қызды көрмедіңіз бе? Жоқ, көрмедім. Қашаннан бері? Осы жақында. Жоқ, көрмедім. Жақсы, рахмет. Әлбек, не қылады? Айсұлу, дұрыс айтыпсың. Осы жерде екен. Мінекей, ескі болса да, ешқай жері ысынбаған. Әлбек, білесің ба? Бұл бесікті әжеме әкесі өз қолымен жасаған. Одан кейін менің анамды осы бесікте жатқан. Сен неге жылап отырсың? Анам енді бұл өмірде жоқ. Қайғыңа ортақпын. Алдына жарылқасын, Айсұлу. Ол кісі жас еді ғой. Қателеспесем, менің анаммен шамалас. Қашан қайтыс болды? Бір ай бұрын әкем екеуі жол апатына түсті. Әкем де сол күні қайтыс болды. Иманды болсын. Анамнан, әкемнен де бір күнде айырылдым. Оңай емес, иә. Басыңа түссе көнесің деген. Айтпақшы, күйеуің жақында келе ме? Әлбек, көріп тұрғандай менің әлі атқаратын жұмыстарым өте көп. Иә, дұрыс. Онда мен саған көмектесейін, мен арғы бөліммен жинастыра берейін, жарай ма? Жарайды. Анашым, маған сүт беріңізші. Сүт? Қазір. Не болды, балам? Қарның ашты ма?
Қазір тамақта даяр болады. Жоқ, ол кесеге құймай қойыңыз, маған сол ыдысын бере салыңыз. Мұның бәрі не қыласың? Маған емес, балаға. Балаға? Қандай бала? Кім баласы? Айсұлу келіпті. Жанында кішкентай ұлы бар екен. Соларға апарайын дегім. Айсұлу. Ләззаттың қызы Айсұлу ма? Иә. Ләззат пен Серікбай да келген шығар, көптен бері хабарласпай кетіп еді. Айсұлу сол баласы екеуі ғана кепті. Ал Серікбай ағамызбен Ләззат етеміз осыдан бір ай бұрын жол апатынан қайтыс болды. Солай. Иманды болсын. Айсұлу? Әлбек, Айсұлу, сенің келгеніңді естігенде өз құлағым өзім сенбедім. Ата-анаңның қаза болғанын естідім. Қайғыңа ортақпын, иманды болсын. Бала кезімізде Ләззат екеуміз жақсы дос болып едік. рахмет Гүлнар әпке. Тамақ алып келдім. Жеп аласың ғой? Иә, рахмет. Балапанды қолыма алсам бола ма? Алыңыз, жылама қазір. Келе ғой. Қарны ашты, қазір мен сүтті берейін. Аты кім? Санжар. Санжар деген балапан екен ғой. Енді сүтке тоятын болдықпыз. Очень. Кел ағой балам, кел. Оның не? Бұлай беруге болмайды ғой, балам. Бұл тоңазытқыштан шыққан суық сүт. Мынаны ұстай тұр. Иә. Ой, әкеле ғой. Абайла. Гүлнар әпке, мен балам шомылдырайын десем білмей тұрмын. Сіз маған көмектесе аласыз ба? Әрине, көршіміз ғой. Бұрын күтуші шомылдырған шығар. Иә? Бірақ мына су жетпейді. Әлбек, тағы да бір-екі шелек су алып берші. Жарайды қазір. Міне болады енді. Бере ғой. Ой, Әлбек, неменеге бос тұрған үйде су тасып жүрсің? Әлде иемденіп алайын деп жүрсің бе? Жоқ. Анашым баланы шомылдырамыз деп, соған су тасып жүргенім ғой. Қандай бала? Кімнің баласы? Ой, апа, сіз де қоймайды екенсіз, кімнің баласы деп. Қайтесіз соны? Айта салсаң қайтеді, Шәрипа апаның немересі. Қаладан келген. Ләззаттың қызы Айсұлу ма? Ай, біраз болып еді, астысын салмағанға. Жай келді ме екен? Ләззат келді ма? Санжар деген батыр шауып келе жатыр. Айналайын баладан, тауып алдым даладан. Далада бала жатама, түсіп қапты шанадан. Күк. Санжар батыр, үстіңіз таза. Қарның тоқ. Енді жыламайтын шығарсың, Енді ұйықтай ғой ботан. Ұйықтай ғой балапан. Гүлнар әпке, сізге көп рахмет. Ештеңе етпейді, көршіміз ғой. Шаршап кеттім. Оның үстіне мына үйдің жұмыс бітпей кетті. Мұнда қиындау ауылда кішкене. Қанша уақытқа келдің? Білмеймін. Біраз уақыт болатын шығар, енді оны уақыт көрсетеді. Түсінсем бұйырмасын. Қаладан неменеге ауылға келдің? Ата-анам қайтыс болғалы біраз нәрсе өзгерді. Оның үстіне өмірде өз орнын табу үшін ойлануым керек. Сол үшін ауылға келдім. Қаладан қарағанда ауыл тыныш қой. Суым кірлеп кетті. Ауыстырып келейін. Анаңда бір жасыратын сыр бар сияқты. Санжар батыр. Қаласа өзі айтар.
есіне түстім. Жақын жерде ауыл бар. Солардан барып сұрастырып көрем. Қарның ашыпты ғой сенің. Болмайды бұны. Болмайды. Үстімізде аз қалып. Жағдайымызда мәз емес. Ақшамыз да таусылды. Көршілерге рахмет. Бүгіндікке біздің қарымыз тойдырды. Ал енді ертең не істейміз екенбіз? Азық-түлік те жоқ. Сүт те ағылмады. Сырғам сататын болсам, ол бізге ұзақ қазық болады. Санжар, маған керемет ой келді. Сен осы жерде жата тұр, қазір. Істеп тұр. Қайырлы кеш, Жан. Және. Қалайсың? Жақсы, өзің? Жақсы, бәліш дайындағам. Ауыз сей. Рахмет, кәнеки. Дәмдікен. Рахмет. Анамның бәлішінен кем емес. Иә. Сендерге жаңадан көрші келді деп естідім. Нұрия жай бөліп көрді ма, барлық өсекті? Тағы не айтты? Сені күні кешке дейін соның жанынан шықпады деді. Рас па? Енді көрші болғаннан кейін көмектестім я су апарып. Онда тұрған не бар? Сол ғана ма? Және сен Нұрияны білесің ғой. Өсек шығын нағыз. Сен оған сөзіне сене берме. Иә, дұрыс айтасың, мен не айтып кеттім? Екеуміз жақында үйленеміз ғой? Иә? Иә. Тойға әлі біраз ақша жинау керек. Әрине, Жан. Иә, жинап ал. Әлбек? Осы қалаға. Айсұлу. Мен тамақтан босаған ыдыс алып келдім. Таныспойындар. Бұл Жәния. Мен Әлбектің қалыңдығымын. Бәліш дайындағам. Ауыз сей. Көрейін. Дәмді. Бетің кірлеп қалыпты. Рахмет. Мен үйге кіріп, Гүлнәр әпкеге рахметімді айтайын. Я, кір. Саламатсыздар. Айналайын, сәлеметсің бе? Гүлнәр әпке, тамақтан босаған ыдыс алып келдім. Жақсы. Кел, отыра. Кел, отыра ғой. Отыра ғой. Айналайын, үлкен қыз болып кетіпсің ғой. Мен сені соңғы рет көргенде, мынандай кішкентай қыз едің. Анаңнан да оңмай қапсың. Тіпті одан да сұлу болып кетті. Иә. Анасы марқұм өте сұлу болатын. Бірде-бір жігітке қараған жоқ біздің ауылда. Барлығы соңынан жүгіруші еді. Қалаға кетіп сол жақта тұрмысқа шықты. Гүлнәр әпке, сізден ақыл кеңес сұрайын деп едім. Маған ақша табуым керек. Көйлек тігіп сатсам, мұнда алатын адамдар бар ма? Сен киім тіге аласың ба? Иә, мамандығым дизайнер. Дизайнер деген диплом да бар. Дизайнерлік киімді мұнда ешкім кимейтін шығар. Кім тапсырыспен киім тіккізеді дейсің? Бәрі дайын сатып ала қояды ғой, оңайын. Мұнда ақша табу қиын болатын шығар. Өкінішті. Тамағыма да ақша табайын деп ойлаған ғой.
Жарайды, мен үйге барайын. Санжарда тұрып қалған шығар. Шай ішпедің ғой? Рахмет, балам жылап қалар. Жақсы қарағым, жақсы. Гүлнар, енді не? Бұл қызға көмектесу қиын болды ма? Ана құрбыларың айтсаңшы. Мүмкін біреуіне көйлек тіктіру керек шығар. Маған басқа істейтін іс жоқ па? Біреудің киімін бүлдіріп алса қайтем? Санжартай, сенің ертеңгі тамағыңды қайдан тауып берем? Менің қолым түк келмейді. Ең болмаса, тамағыңды да тауып бере алмадым. Сені балалар үйінде тастап кетуім керек. Қарым тоқ болатын еді. Бәрі жақсы болады. Мен жейден-жей беріле қоймайым. Байқайым, екі көзің тек осы үй жақта, балам? Мен ойланып кеттім. Болмайтын ойлармен басыңды қатырма, Әлібек. Айсұлу сенің алғашқы махаббатың екенін білмейді ғой дейміз? Сізге кім айтты оны? Мен анамын ғой. Білем, сезем. Бірақ енді екеуіңде бала емессіңдер. Оның өз баласы бар. Сенің қалыңдығың бар. Болмайтын ойларды армандама. Мен армандап жатқан жоқ. Өте дұрыс. Жүре ғой. Болды. Ұйықтайтын уақыт болды. Жүр. Ертең таңертең жұмысқа барасың. Айтпақшы, анашым, сіз таңертең тұрғанда ешқаны нешеде соғасыз? Әдеттегідей 6-ларда. Оны неменеге сұрады? Мен жұмысқа барар алдында сол Айсұлуға барып, кішкене сүт апарайын деген. Мен бағанан бері не деп тұрмын саған, а? Аридай, ай хо, ай ха-ха. Тойын тойға ұласын, салған әнім қырасың, жолын берсін ғабиттің, бағын берсін бейсеннің. Құрып кетіңдер бәрің. Естимін. Ақшаны қайдан аламыз, айтып маған. Айттым ғой саған, келмей-ақ қойық. Ақыл үйретпеші маған. Ақшаны қайдан аламыз, соны айт маған. Бірінші рет ұтылғандай айтып тұрсың ғой. Бұған дейін де талай ұтылғансың. Жәри, Ештеңе етпейді. сен менің кімнен ақша алғанымды білесің ба? Басымды алады олар менің. Фирмадан алмайсың ба? Ақшаның ортасында жүрсің ғой. Айсұлуды таппайынша фирмадан ақша алмаймын деп қанша айтамын саған? Алло, Ерлан, қайда жүрсің сен? Не? Қайдағы бала? Түк түсінсем бұйырмасын. Иә, мен келем қазір. Жүр. Әлбек, қайырлы таң. Сен келгесің бе? Мен қазір ақша сап келейін. Жүр, ақшасы керек емес. Айсұлу, мен сені танымай қалдым.
бір түннің ішінде қалай құлпырып кеткенсің? Ол жағы енді құпия. Рахмет. Иә. Қайда жүрсің? Жұмысқа кешігетін болдық қой. Сәлем. Кешір, шашымды үш қайтара өргем. Қалай, ұнай ма? Өзің айнаның алдына шықпайтын болыпсың. Саған да ара тұра сол айнаның алдына барып тұрған артықтық етпес еді. Сонда не демекшісің? Түрің ұнамайды деп тұрсың ба? Саған қарағанда менің жігітім бар. Сонымен қазір жігіт тұрмақ күйеуін тартып алып жатқан жоқ па? Оған қоса Әлібектің үй жағына жаңадан бір көрші қыз келген дей ме? Көрдік көршісінің түрін. Менің шаңыма да ілеспейді. Рас па? Иә, рас. Мынау келе жатқан сол ма? Қыздар, қайырлы таң. Сәлем. Мына жақта дүкен қайда екен? Айтып жіберіңіздерші. Әрине, тура жүресіз, соңға қарай бұрылсаңыз алдыңыздан шығады. Рахмет. Шаңыма да ілеспейді дейсің бе? Мынау хас сұлу ғой. Түсінсем бұйырмас. Бір түннің ішінде қалай өзгеріп шыға келген? Жарайды, жұмысқа кешіктік деп ең ғой. Кеттік. Шаш өреде үйретесің ғой, Жарайды. Арсен? Иә, жаңалығым бар. Кездесіп сөйлесуіміз керек. Жарайды. Маған нан, сосын сұйық май, тұз және шай бере салыңыз. Қанша болды? 560 теңге. Қазір. 500. Шайды аласаңыз, қалғанын бере беріңіз. Кешіріңіз, үстіңіздегі көйлекті қайдан сатып алдыңыз? Менің жақында сіңлімнің үйінде той бар еді, соған киетін көйлек керек болып тұр. Өзім тіктім. Рас па? Иә. Керемет тігіпсіз. Қаласаңыз, сізге де дәл осылай әдемет көйлек тігіп бере аламын. Тек матасын өзіңізбен бірге алып келсеңіз болды. Оның жұмысы қанша болады? Ол жағынан келсеміз, азық-түлік берсеңіз де болады. Рахмет, онда мен ойланайын. Иә, келіңіз, мен арғы көшедегі Шәреп апайдың үйінде тұрам. Жақсы? Жақсы. Ой, жақсы болды. Керемет қып көйлек тігіп алатын болдым. Қойсын. Таптың ба? Қайда екен? Менің жағымсыз жаңалығым бар. Айсұлудың көйлегі. Мұны қайдан таптың? Сен қалыңдығың суға батып кеткен сияқты. Сенбеймін. Түсінем, оған сену қиын. Бірақ ары қарай іздестірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сен мені дұрыс түсінбеген сияқтысың. Айсұлудың өлі денесін көрмейінше мен сенбеймін. Маған ол не тірі, не өлі күйінде керек. Ары қарай іздестір. Нанды мен алып кетемін. Жаңалық болғанда хабарлас. Матаңыз жақсы екен.
түсі де сізге жарасып ақтыр. Енді дене бітім ерекше болғаннан кейін не кисем деп біресем, мына жері тар, мына жағы кең, сондай болып қалады өзі. Негізі жаман мүсін болмайды. Тек жаман тігінші болады. Қараңыз. Қайырлы күн, Гүлнар әпке. Сізге көмектесіп жіберейін ба? Көмектесіп жіберші, қызым. Белім ауырып кетті тіпті. Әкеңіз. Шашың қандай әдемі. Сізге ұнай ма? Маған сен не істесең де ұнайды. Жалпы, ұлымның сені қалыңдық етіп алғанына ризамын. Гүлнар әпке, соңғы күні көңілім жай таппай жүр. Не болып қалды айналайын? Маған сен алатынды білесің бе? Иә, мына жаңадан келген көршілеріңіз. Әлібекке көзін салып жүрген жоқ па? Ой, ақымағым. Ол сенің шаңыңа да ілесе алмайды. Түрін көрдің бе өзіңі? Иә, көрдім. Кеше көргенде уайымсыз жүргем. Бүгін деген сыланып киініп алыпты ғой. Еркектер ондайды тез байқайды. Сен менің ақылыма құлақсан. Біріншіден, менің ұлымның басын айналдырып алу оңайға түсе қоймас. Мен бар емеспін бе? Ал екіншіден? Егер өзіңе сенімсіз болса, Айсұлумен достасып ал. Түсінбедім. Мен неге онымен дос болуым керек? Алыста жүріп оның ойында не барын қайдан білесің? Қасында жүрсең, естисің, көресің. Сосын құрбысының жігітіне қылмыңдай қоймас. Сіз сондай ақылдысыз. Менің болашақ енем болатыныңызға мен қатты қуанамын. Ой, ақымағым-ау. Айсұлу? Арылбек? Қалайсыңдар? Жақсы. Кел, төлесеңші. Жоқ, мен жай сендердің жағдайларын біліп. Санжар қалай? Бәрі дұрыс па? Жақсы, рахмет. Мен кешкі тамағын ішіп отырмын. Кел. Кешкі тамақ? Осы ма? Жоқ, бұлай болмайды. Қазір тоқтай тұр. Қазір келемін. Әлбек, керек емес. Әзір. О, балам, тура уақытысында келдің. Отыра ғой, кел. Рахмет. Сосын ана үшін тағы бір ыдысқа тамақ салып бересіз ба? Не болды? Біреуді қонаққа шақырдың ба? Жоқ. Айсұлуға апарайын деген. Балам, мұның енді бекер. 2 күн болды, Айсұлу, Айсұлу деп қоймайсың. Не болды? Сенің басыңды сиқырлап алды ма Айсұлу? Гүлнар, не болып қалды? Бұл не айғай? Мына балаң енді Айсұлуды асырамақшы. Жарайды, балаға сүт керек дегенде көндім. Енді баладан қалай сүт аяйсың? Бірақ ол үлкен адам ғой Айсұлу. Өз күнін өзі көрсін. Гүлнар, немене сен? Бір тәрелікке күршіңді аяйсың ба? Сен одан байып кетпейсің ойын? Білесің бе? Ақша бізге аспаннан жауып жатқан жоқ. Біз оны өз еңбегімізбен тауып жатырмыз. Ол да еңбектенсін, күні көрсін. Жарай, тамақты аясаңыз, онда өзім тамағымда барам. Балам, Әлібек. Мен немене дедім соншалықта? Гүлнар, тыңдаш. Сен ана қызы не үшін жақтырмай жүргеніңді мен білмейді деймісің? Түсінбедім. Не үшін? Бәрін түсінесің. Сен құрбың ләззатты, тұрмысқа сәтті шығып өткенін көре алмай жүрсің. Ал көре алмаушылық деген, ол үлкен күнә. Қайдағыны айтпа, білдің бе? Құдайға шүкір менің 4 түлігім сай. Күйеуім де бар. 3 ұлымды да өсірдім. 2 балам мен қалада оқу озаты студент. Ал Әлібегіме бүткіл ауыл қызығады. Ал Ләззатшы, жалғыз қызы қаладан бала тауып келіп отыр. Әкесінің бүткіл тапқан таянғанын шашып келіп отырған шығар. Гүлнар, бәрібір оны ренжітуге болмайды. Қанша айтқан мен ол жетім ғой.
аяғынан тік тұрғанша біз оған көмектесуіміз керек. Неге сен соны түсінбейсің? Мінеки, анам өз қолымен дайындаған. Дәмін көрсең, өте дәмді. Әлбек, анаңның тамақты жақсы дайындайтынына күмәнім жоқ. Бірақ сенің бұлай үйіме тамақ алып келгенің дұрыс болмады. Оның үстіне сендер маған қамқор болып жүргенде мен өзім мұнда ыңғайсыз сезініп отырмын. Айсұлу, ұялмаш. Адамдар бір-біріне көмектесу керек. Мен арам тамақ сияқтымын отырған. Бірақ менің екі қолым бар. Қолымнан кез келген іс келеді. Санжар екеумізді асырап бағу үшін кез келген жұмыс істеп, ақша табамын. Сен оған дейін, мынаны мен қара суды ішіп жүресің ба? Бұлай болмайды, Айсұлу. Тамағымды іш. Ал ақша таба бастағаннан кейін дәмділеп тұрып тамақ дайындап бізді қонаққа шақырасың. Келістік па? Келістік. Арсен. Сен кімсің? Саған ескертіп еді ғой. Ақшаны уақытында қою керек. Кім? Кімге қарсысың? Солардан сәлемдеме. Ертең ақша болатын болсын. Маған ештеңе айтқың келмей ма? Не айтуым керек? Шашымды әдемі етіп өріп алғанымды байқамадың ғой. Не әдемі? Рахмет. Ауа райы тамаша болып тұр. Мүмкін жүріп қайтамыз? Бүгін емес. Әлбек, саған не болған? Соңғы кезде қатты өзгеріп кеттің. Қойшы не? Шаршап тұрмын. Ұзақ жол жүріп келдім. Мен барып ұйықтайын. Қайырлы таң. Балам 12-ші кілтті аперші. Мен саған 12-ші кілт дедім, сен маған не беріп жатсың? Әлібек! Ау, әке. Ой, балам, сен өзің аспанда қалқып жүрсің ғой? Кешіріңіз, ойланып кеттім. Не дедіңіз? 12-ші кілтті бер дедім. Жоқ, бер жағы, соны бер. Балам, бергеш? Ей, саған не болды? Шындығыңды айтшы маған. Әке, айтыңызшы, сіз анама үйленер кезде күмәндандыңыз ба? Жоқ, балам. Мен сенімді болдым. Сенің осы сұрағың ауылға келген Айсұлуға байланысты емес. Сол Айсұлу келгелі бері өз-өзімді танымай жүрмек. Әй, балам-ай. Сен ең бастысы жүрегіңді тыңда. Бір рет үйленіп, сүйіктіңмен мәңгі болу үшін сен тойға дейін дұрыс шешім қабылда. Ал дұрыс шешімді қабылдау үшін, қателеспеу үшін мен не істеуім керек, әке? Енді үйленгеннен кейін өзің де сүйіктіңді қиналмасын десең, еркек ретінде сен өз ісіңе өзің жауап беруің керек. Түсіндің бе, балам? Түсінген сияқтымын, әке. Балам-ай. Ұйықтай қойшы балапан. Санжартай. Құтыққан. Ұйықтай, Сәлем. Сәлем. Кіруге рұқсат па? Иә, рұқсат. Балапан, мен жұмыс жасап алайын,
Тыныш жата тұрмын. Ренжімеші. Жоқ, кел, кір ғой. Мен көйлек тіктіруге келгем. Матамды алып келдім. Кел, отыр. Баламды ұйықтамай қойды. Мен жағалас. Алып кел, матаңды көрейін. Әдемі сияқты. Нәзік түс. Қазір мен сіз басын саған көрсетейін. Ұнайды ма, ұнамайды ма, сен маған айт. Мына жерін ұзынырақ онда жасаймыз. Қарашы қалай? Маған ұнайды. Жұмысына қанша аласың? Күріш, сүт, айран алып келсең болады. Ақшалай әкелем десең, өзің білесің. Жарайды. Қазір мен сен кел, өлшемдеріңді алайын. Ұзын болған дұрыс па, әлде қысқа ма? Иә, ұзын болған дұрыс. Мына жерге кел. Айсұлу, сен осылай тігуді қайдан үйрендің? Мен негізі кәсіби дизайнермін. Сол жерде қалада оқып үйрендім. Болды. Шашпедік па? Мен кәмпит алып келдім. Сен маған ренжіме, мен үйімде шай жоқ. Мен көйлегімді бітіре берейін. Неге сонша дөрексің, Айсұлу? Мен сенімен дос болуға келдім ғой. Дос болайық, екеуміздің тағдырымыз ортақ. Түсінбедім. Сен мен туралы қайдан білесің? Жақынырақ танысайық, Айсұлу. Менің әке-шешем кішкентайында қайтыс болған. Ол кісілер тіпті есімде жоқ. Мына ауылда менің өскен жерім емес. Сен сонда балалар үйінде өстің ба? Жоқ. Балалар үйіне жіберейін деген. Бірақ кейін тәтем өзін үйіне алдыртты. Ол жақта балалар үйінен артық болған жоқ. Кейін төлі құжаттарымды алғаннан кейін әке-шешемнің ауылына қайтадан оралдым. Сен менің сөздеріме ренжіме, иә? Мен қазір барып шай дайындаймын. Енді бір әдемі көйлек шығатын сияқты. Иә, сен де үйге келіп тұр, иә? Егер де көмек керек болса, ұялма. Мен көрші көшеде тұрам, бұрылыстан кейін үшінші. Жарайды. Қолым босаған кезде саған міндетті түрде келем. Ал сен кешкісін ұмытпа, иә? Өлшемді алып қалайын. Жақсы. Рахмет. Сау бол. Айсұлу, сіз бе? Саламатсыз ба, апай? Иә, мен. Сіз көйлек тігесіз ғой. Иә, оны қайдан естідіңіз? Бүгін қасиет дүкенде сіз тіккен көйлекті киіп алып, әрі-бері жарқырап жүрдім. Өзі әбден мақтап жатыр. Ал мен қызыма сыйлық жасағым келіп еді, жақында 16-ға толады, соны атап өтпекшіміз. Жақсы. Туған күні болса, әдемілеп тұрып көйлек тігіп беремін. Кешкісін үйге келсін, өлшемдерін алып қалайын. Жоқ, мен қызыма тосын сый жасап жатырмын. Жақында қаладан мына бір матаны алып едім. Өзі бір сондай қымбат екен. Өзім ойлап жүредім, қалаға тіктірем ғой деп. Сіз келіп қалғаннан кейін өзіңізге алып келдім енді. Матаңыз жақсы екен. Бірақ сонда да қызыңыздың маған өлшемдері керек. Қайтсем бекен, а? Білмедім, апай. Негізі менің қызымның дене бітімі тура сенікендей. Иә, тіптен бойы да осындай. Өзіңе тіккендей қылып тіге салшы. Жарайды, егер мен сияқты қыз болса, мен әдемілеп тұрып өзіме тіккендей керемет көйлек тігіп беремін. Ой, рахмет, айналайын. Туған күні бірнеше күннен кейін болады. Үлгер аласың ба? Бітіріп. Уайымдамаңыз, апай. Көйлекті әдемілеп уақытылы тігіп беремін. Ой, рахмет, айналайын, рахмет. Жақсы. Сенем, айналайын. Жақсы, рахмет. Арсен, менің шыдамым таусылды. Осы мен 3 күн болды, Айсұлудан хабар жоқ. Мен полицияға барам. Жоқ, полицияны араластырмаңыз. Маңдайына не болды? Кім істеді бұны? Айсұлуды ұрлап кеткендер. Олар Айсұлуды ұрлап, ақша талап етіп жатыр. Қанша сұрайды? Аз емес аға. 100 000 доллар. Ол ақшаны қайдан алатынымды білмей басым қатты. Айттым ғой. Полицияға хабарлау керек. Аға, полицияға хабарласаңдар Айсұлуды өлтіреміз дейді.
Біздің қанша уақытымыз бар? 2 күн. 2 күн уақыт берді. Менде ондай ақша жоқ. Фирманың шотынан да алмай отыр. Не істеймін? Арсен, сен жалғыз емессің. Мен бір нәрсе ойластырам. О, Әлбек. Сәлем. Сәлем. Кір, төрлет. Қалың қалай? Жақсы, өзің? Жақсы. Қараш, енді менің жұмысым өте көп. Мен енді өз күнімді өзім көремін. Бала кезіндегі күлкің өзгермепті сенің. Айсұлу, мынау жұмыстың арасында мүмкін кішкене серуендеп, былай қыдырып қайтсақ, қалай қарайсың? Әлбек, қайдағы серуен деген? Көріп тұрсың ғой, менің жұмысым өте көп. Оның үстіне мына көйлекті тігіп бітіруім. Кешке тамақ әзірлеуім. Сен маған ренжімеші, шалмай. Жүрші енді. Бұлай үйде отыра берген дұрыс емес қой. Денсаулығыңа зиян. Кішкентай кезімізде шомылатын өзен жағасы есіңде ме? Сол жерде 1 сағаттан кейін кездесейік. Әлбек. Сәлем. Сәлем. Кел қатыр. Және? Ай, Және. Нүре апай, сізге не болды? Ай, мен не көрді десейші. Не болды? Ана, өзен жағасында Әлбек пен Айсұлу екеуі құшақтасып отыр. Олай болу мүмкін емес, Нүре апай. Шын айтам, өз көзіммен көрдім. Құшақтаспақ түгіл сүйісіп отыр. Қалай? Сен не, жылайын деп тұрсың ба? Жылаған саған көмектесе ме? Одан да Әлбек махаббат үшін күреспейсің ба? Неге отырсың сен, а? Жүр кеттік бол. Дұрыс айтасың. Мен ол қызға қазір көрсетем. Біреудің жігітін тартып алған қалай болатын? Жүр кеттік, жүр. Айсұлу, мен сені қайта кездестірем деп ойламадым. Өзім саған бала кезімде ғашық. Енді ұмытып жатқан кезде сен қайта жолықтың. Айсұлу, мен сенің өткен өмірде не болғанды білмеймін. Білгім де келмейді. Бірақ маған бір мүмкіндік берші. Мұңды мұхит, арпалыс пен сынаққа толы, бұл өмірдің қиын жолы, мұхитты мұңға толтырды. Бітпестей бұл өмір сынағы, жауқазынды сынады. Адасқан ақ жау қазын, армандарын сыналды. Аспаннан төніп қара бұл, тамшысы тиген тастай бол. Түбінен өскен арам шөпті көреді